14-ші сабақ. Ғарыш әлемінде. Жұмбақты шеш. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Бұл не? Ай мектеп. Аға, қараңыз, жұлдыз жанып өшіп, жылжып барады. Ол жұлдыз емес, ұшақ қой. Қандай керемет! Менің де ұшқым келеді. Онда саған ұшқыш болу керек. Жоқ, ұшақпен емес, құс секілді қалықтап ұшқым келеді. Ұшақпен емес, сен ғарыш кемесімен ұшатын ғарышкер бол. Сонда кеме ішінде қалықтап ұшып жүресің. Шын ба? Ғарышкерлер кеменің ішінде қалайша қалықтап ұшып жүреді? Жер бетіндегі барлық заттардың салмағы болса, ғарышта ешбір заттың салмағы болмайды. Сондықтан да қалықтап ұшып жүреді. Ғарышкерлер қандай бақытты жандар. Иә, осындай бақытқа ие болған алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин. Ол 1961 жылы 12 сәуір күні Қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышқа ұшқан. Қалықтап ұшып жүріп, қандай керемет деп тамсанған шығар. Дәл таптың. Тек Гагарин қалықтап ұшқанына емес, ғарыштан жердің әдемілігін көріп, қандай керемет деп тамсанған. Ғарыштан жер қандай болып көрінеді екен? Жер ғарыштан әдемі, көгілдір шар болып көрінеді. Неге көгілдір? Планеталардың арасында күннен ең қолайлы қашықтықта орналасқаны жер. Ауасы мен суы бар, тіршілігі бар, жасыл желек жамылған жер планетасы ғана. Сондықтан оны көгілдір планета деп атайды. Планеталар дейсіз бе? Жер тәріздес басқа да планеталар бар ма? Иә, қазір бәрін түсіндірем. Алғашқыда адамдар аспандағы кейбір жұлдыздардың басқаларға қарағанда ерекше қозғалып, адасқан адам секілді аспанның бір шетінен екінші шетіне кезіп жүретінін байқаған. Сондықтан ол жұлдыздар адасқан, кезбе, немесе қыдырымпаз деген мағына беретін гректің планета деген сөзімен аталған. Ғарышты зерттеу тарихы Аристотельден басталады. Аристотель жердің шар тәрізді екенін айтқан, бірақ адамдар жерді шегі бар жазық дене деп есептейтін. Галилео Галилей деген ғалым аспан денелерін бақылайтын телескоп ойлап тауып, сол арқылы жердің күнді айналатынын байқаған. Басқада бірнеше планетаның күнді айналып жүргенін көрген. Басқа планеталарда тіршілік бар ма? Жоқ, күн жүйесі күн мен жұлдыздардан тұрады. Күнді 8 планета өздерінің көптеген серіктермен бірге айналып жүреді. 8 бе? Иә, олардың 4-еуі ішкі, 4-еуі сыртқы планеталар. Яғни ішкі 4 планета деп телескоппен қарағанда көрінгендерін айтқан. Басқада планеталар бар екенін көне заманда білмеген. Бірінші планета күнге ең жақын орналасқан Меркурий. Ол күнді біздің уақытпен санағанда 88 тәулікте айналып шығады. Оның орбитасы жер орбитасының ішінде болғандықтан ішкі планеталар қатарына жатады. Ол күнге өте жақын орналасқандықтан температурасы өте жоғары. Күн жүйесіндегі екінші ішкі планета Шолпан. Ол күнді біздің уақытпен 224 тәулік және 7 сағатта бір айналып шығады. Шолпанда үнемі жел соғып, бұлт басып тұрады. Ол күйіп тұрған тастар мен жанартаулардан тұрады. Бұл да ыстық планета. Күннен қашықтығы жағынан үшінші тұрған планета Жер.
Бұл планета бетінде тіршіліктің бар болуымен ерекшеленеді. Жердің серігі Ай. Жер бетінің 1/3-ін, дәлірек айтсақ, 70,8% әлемдік мұхиттар, қалған бөлігін құрлықтар мен аралдар алып жатыр. 4-ші планета Марс. Бетінің қызылдығына байланысты оны қызыл планета деп те атайды. Ол көптеген жанартаулардан, аңғарлар мен құла түздерден тұрады. 5-ші планета күн жүйесіндегі сыртқы планеталар қатарына жататын Юпитер. Бұл өте ірі газ алыбы. Онда үнемі теңіз дауылы соғып, найзағай ойнап тұрады. Оның бетінде көрінетін үлкен қызылдақ алып теңіз дауылы. Демек, планеталар күннен алыстаған сайын суық болып, өмір сүру мүмкіндігі болмайды екен ғой. Иә, қалған 3 планетада сондай ірі. Сатурн өзін қоршаған сақинасымен әйгілі. Сақина планетаның өзімен түйіспейді. Олар тастар мен мұздардан тұрады. Уранның кішкентай жіңішке сақинасы бар. Оның қозғалысы басқа планеталардікіне ұқсамайды. Қырынан жатқызып қойғандай қалыпта. Уранның түсі көгілдір. Онда жылдамдығы секундына 240 метр болатын жел дамылсыз соғып тұрады. Нептун күн жүйесіндегі күннен ең алыс орналасқан планета. Мұндағы жел урандағыдан да қатты. Ал Плутон деген планетаны көлемінің шағындығына байланысты ғалымдар планеталар тізімнен шығарып тастаған. Ол басқа планеталардан өзгеше қозғалады. Сонда барлық 8 планета және олардың серіктері күнді айналып жүреді ғой. Иә, осының барлығы күн жүйесін құрайды. Оның орталығы күн болып табылады. Күн жүйесі галактика деп аталатын жұлдыздар жүйесінің бір бөлігі ғана. Күн жүйесі галактиканың бір бөлігі ғана болса, сонда галактика қандай үлкен? Ғарышта ондай галактикалар миллиондап саналады. Мәссаған, сонда ғарыш өте үлкен деген сөз ғой. Иә, ғарыш кеңістігі шексіз. Осыншама ғаламат нәрсенің ең болмаса бір бөлшегін көру үшін ғарышкер болғым келеді. Қазақ халқынан шыққан ғарышкерлер бар ма? Әрине, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев қазақ халқының тұңғыш ғарышкерлері. Сонда мен ғарышкер болсам, қазақ халқынан шыққан алғашқы ғарышкер қыз болады екенмін ғой, иә? Боласың. Ол үшін жақсы оқып, шынығып, жаттығуың керек. Қайталайық. Ғарыш. Планеталардың арасында күннен ең қолайлы арақашықтықта орналасқаны жер. Ауасы мен суы бар, тіршілігі бар. Жасыл желек жамылған жер планетасы ғана. Сондықтан оны көгілдір планета деп атайды. Ғарышты зерттеу тарихы Аристотельден басталады. Аристотель жердің шар тәрізді екенін айтқан. Бірақ адамдар жерді шегі бар жазық дене деп есептейтін. Галилео Галилей деген ғалым аспан денелерін бақылайтын телескоп ойлап тауып, сол арқылы жердің күнді айналатынын байқаған. Басқа да бірнеше планетаның күнді айналып жүргенін көрген. Күнді 8 планета айналады. Олардың 4-еуі ішкі, 4-еуі сыртқы планеталар. Бірінші планета күнге ең жақын орналасқан Меркурий. Біздің уақытпен есептегенде, Меркурий күнді 88 тәулікте айналып шығады. Оның орбитасы жер орбитасының ішінде болғандықтан, ішкі планеталар қатарына жатады. Ол күнге өте жақын орналасқандықтан, температурасы өте жоғары. Күн жүйесіндегі екінші ішкі планета Шолпан. Ол күнді біздің уақытпен 224 тәулік 7 сағатта бір айналып шығады.
Шолпанда үнемі жел соғып, бұлт басып тұрады. Ол ылғи күйіп тұрған тастар мен жаңар таулардан тұрады. Бұл да ыстық планета. Күннен қашықтығы жағынан үшінші тұрған планета Жер. Бұл планета бетінде тіршіліктің болуымен ерекшеленеді. Жердің серігі Ай. Жер бетінің 70,8% әлемдік мұхиттар, қалған бөлігін құрлықтар мен аралдар алып жатыр. Төртінші планета Марс. Бетінің қызылдығына байланысты ол қызыл планета деп те аталады. Ол көптеген жанар таулардан, аңғарлар мен құла түздерден тұрады. Бесінші планета күн жүйесіндегі сыртқы планеталар қатарына жататын Юпитер. Бұл өте ірі газ алыбы. Онда үнемі теңіз дауылы соғып, найзағай ойнап тұрады. Оның бетінде көрінетін үлкен қызылдақ, алып теңіз дауылы. Қалған 3 планета да сондай ірі. Сатурн өзін қоршаған сақинасымен әйгілі. Сақина планетаның өзімен түйіспейді. Олар тастар мен мұздардан тұрады. Уранның кішкентай жіңішке сақинасы бар. Оның қозғалысы басқа планеталардікіне ұқсамайды. Қырынан жатқызып қойғандай қалыпта. Уранның түсі көгілдір. Онда үнемі жылдамдығы секундына 240 метр болатын жел соғып тұрады. Нептун күн жүйесіндегі ең алыс орналасқан планета. Ондағы жел урандағыдан да қатты. Плутон деген планетаны көлемінің шағын болуына байланысты ғалымдар планеталар тізімінен шығарып тастаған. Ол басқа планеталардан өзгеше қозғалады. Өмірінде бір ретте болса Байқоңыр туралы естімеген адам әлемде жоқ шығар. Байқоңыр планетамыздағы ең алғашқы ғарыш айлағы және бүгінде ол әлемдегі ең үлкен ғарыш кешені болып саналады. Жерден ұшырылатын ғарыш кемелерінің 4-тен бірі Байқоңырдан ұшырылады. 1955 жылы Төретам кентінің жанынан ғарыш айлағының құрылысы басталды. Бір қызығы, бастапқыда ғарыш айлағының аты Байқоңыр болмаған. Жобаның аты Тайга болған және ол құпия түрде жүзеге асырылған. Батыс барлау қызметтерінің назарын басқа жаққа аудару үшін Төретамнан 400-дей шақырым жерде орналасқан Байқоңыр ауылының жанынан жалған ғарыш айлағын сала бастаған. Бірнеше жыл бойы ғарыш саласына байланысты барлық құжаттарда сол Байқоңыр ауылы аталып келген. Біртіндеп шынайы ғарыш айлағының құпиялығы алынып тасталды. Алайда жобаның конспирологиялық атауына көпшілік бой үйретіп қалған болатын. Осылайша Тайга атауы Байқоңырға айналып кетті. Айтпақшы, бұл Гагарин ұшқаннан кейін болған. 1957 жылдың 4 қазан күні Байқоңырдан жердің алғашқы жасанды серігі ұшырылды. Жер серігінің атауы Спутник 1 болды. Оны кеңестік конструктор Сергей Павлович Королев жасап шыққан. Спутник 1 диаметр жарты метрлік сфера пішіндес болған және антенналар мен радио қабылдағыштардан тұрған. Спутник сигнал таратып, жерді 1440 рет айналған. Сосын атмосфераның тығыз қабаттарында жанып кеткен. Ал 3 жылдан кейін Байқоңырдан 5-ші жер серігі ұшырылды. Бұл жолы жер серікте жолаушылар болған еді. 1960 жылдың 19 тамызында Белка мен Стрелка өздерінің атақты ғарышқа сапарын жасады. Иттер бір тәуліктен аса уақыт ғарышта болып, салмақсыздықты да бастарынан өткізіп, жерге аман есен оралған болатын. Белка және Стрелка қарапайым көше иттер болған, ал кейін олар әлемдік танымалдыққа ие болды. Әрине, адамзаттың ғарышты бағындырудағы ең маңызды қадамы 1961 жылдың 12 сәуірінде жасалды. Дәл сол күні Байқоңыр ғарыш айлағынан бортында Юрий Алексеевич Гагарин бар Восток кемесі ұшырылды. Аталмыш старт қатаң құпиялылықпен жасалды. Юрий Гагарин космоста шамамен 2 күндей болып қайтып оралады. Тек осыдан кейін ғана әлемнің телеканалдары хроника кадрларын көрсете бастады. Ғарышқа ұшқан алғашқы адамның құрметіне 12 сәуір
космонавтика күні болып аталып келеді. Сол кезден бері Байқоңырдан 5000-нан аса түрлі старттар жасалды. Әлемдегі ең үлкен ғарыш айлағы қалай ұйымдастырылған? Байқоңыр бұл көптеген күрделі құрылыстардан тұратын гиганттық кешен. Бұл бұлайша айтқанда кәдімгі бір тұтас қала. Байқоңырдың ауданы 6717 шаршы шақырымды құрайды. Оның аумағындағы көлік жолдарының ұзындығы 1000, ал темір жолдың ұзындығы шамамен 500 шақырым. Кешеннің ұшақтарды қондыруға арналған 2 жеке аэродромы бар. Мынау ғарыш айлағының картасы. Оның дәл ортасында нөмірі 1 алаң орналасқан. Бұл сол атақты Гагариндік старт. Бүгінде де ол жұмыс істейді. 2015 жылы 2 қыркүйек күні нөмірі 1 алаңнан Союз жолаушы кемесінің мерейтойлы 500-ші ұшуы жүзеге асырылды. Экипаж мүшелерінің ішінде біздің отандасымыз Қазақстан азаматы Айдын Айымбетов те болды. Барлығы Байқоңырда түрлі зымырандар, яғни зымыран деп серіктер мен кемелерді ғарышқа көтеретін аппараттар аталады. Және зымыран тасығыштарға арналған 9 старттық кешен бар. Бүгінгі күні олардың ішіндегі ең танымалылары Союз және Протон. Старттық кешендерден бөлек Байқоңырда көптеген монтажды сынаушы корпустар бар. Бұл зымырандарды жинайтын, сынайтын және стартқа дайындайтын гиганттық ангарлар. Ғарыш айлағында зымыранға арналған жанармай станциялары да бар. Байқоңырда 10.000-нан аса қызметкер жұмыс істейді. Олардың барлығы 30 шақырым қалашықта орналасқан бір қалада өмір сүреді. Ғарыш айлағы секілді қаланың да аты бірнеше рет Заря, Звездоград, Ленинский болып ауыстырылып, тек 1995 жылы ғана қалаға Байқоңыр аты берілді. Қалада шамамен 70.000-дай адам өмір сүреді. Олар ғарыш айлағында жұмыс істейтіндердің отбасылары. Олардың жартысынан көбі Қазақстан азаматтары. Байқоңыр қаласында мектептер, ауруханалар, балабақшалар, техникумдар және жоғары оқу орындары бар. Мұнда тіпті қонақ үйлер де бар. Себебі бұл жерде туризм жақсы дамыған. Әлемнің түкпір-түкпірінен Байқоңырға келіп, шынайы ғарыш аппаратын өз көздерімен көргісі келетіндер өте көп. Бүгінде ғарыш айлағы Қазақстан Республикасының меншігі болып саналады. Алайда оны Ресей 2050 жылға дейін жалға алған. Әрине, әлемде үлкен, заманауи мықты ғарыш айлақтары жетерлік. Алайда тек Байқоңырдан ғана орбитаға ғарыш станцияларының экипаждары ұшырылады. Байқоңыр осыдан жарты ғасыр бұрын салынса да, әлі күнге дейін барша адамзаттың ғарышқа арналған ең негізгі есігі болып қала беруде.